Жалпы адам осындай бір діни мақсатта біреумен достасып жатқан кезде ол адамда 5 сипат болуы керек деді. 5 сипат болуы керек. Біріншісі айякуна ақила, яғни ақыл иелерінен болуы. Екіншісі хуснул хулқ, көркем мінез иесі болуы. Үшіншісі ғайру фасиқ уәла мубтади, күнәһар, пасық немесе бидғатшы болмауы. Және бесіншісі уәла харис аля дүния, дүниеге махаббат қойған, дүниеге қатты құныққан адам болмауы қажет. Ең біріншісі достасатын адамыңыздың ақыл иесі болуы. Өйткені ақмақ адаммен достасуда ешқандай хайыр, ешқандай пайда жоқ. Оның үстіне ақмақ адам жалпы сізге пайда тигіземін деп ойлап зиян жеткізуі мүмкін. Пайда тигіземін деп ойлап зиян жеткізуі мүмкін. Сол үшін де арабтарда сондай бір сөз бар: ақмақ, надан адам дұшпандар оған жеткізе алмаған зиянды өзіне жеткізеді деді. Бұл бірінші сипат. Және екіншісі хуснул хулуқ, яғни көркем мінез иесі болуы керек. Мысалы, бір адам ақыл иесі, бірақ мінезі дұрыс емес. Ашуланса, ашуын ұстай алмайды. Адам ашуланған кезде ақыл істемей қалады. Сөйтіп, неше түрлі соңы өкінуге алып келетін әрекеттерге ұрынып жатады. Сол үшін де адамда ақылмен бірге көркем мінез болуы керек. Ақыл иесі, ақылы керемет, сізге ақыл бере алады, бірақ өзі ашуына беріліп қояды, немесе сараң, мысалы, орда көркем мінез жоқ. Ондай адамдармен достасуда да хайыр жоқ. Және одан кейін үшіншісі әл-фасиқ, яғни пасық адам, күнәһар адам. Сіз күнәһар адамдармен араласу арқылы күнәға үйренесіз, етіңіз күнәға үйренеді. Күнделікті оның істеп жүрген істерін көрумен, араласумен әлгі күнәлар сіз үшін үйреншікті нәрсе болып қалады. Негізі күнәнің адамға үйреншікті болып қалуының өзі үлкен проблема. Үлкен проблема. Неге? Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде: "Ман ра'a минкум мункаран фалюғайриху бияди". Егер кім бір жамандықты көрсе, шариғатқа қайшы істі көрсе, шамасы келсе қолымен өзгертсін дейді. Шамасы келсе сол нәрсені қолымен тыйсын дейді. Әлбетте бұл қолында билік бар адамдарға қатысты айтылып жатқан дүние. Немесе бағанағы үйінде әкесіне қатысты, баласымен тәрбиесінде. Жалпы одан кейін ары қарай фаиллам ястати' фабилисани. Егер қолымен тыюға, әлгі жамандықты жақсылыққа өзгертуге шамасы келмесе, онда тілімен тоқтатсын дейді. Ескертсін, айтсын. Егер оны да істей алмаса, фаиллам ястати' фабиқалби ва залика ад'афул иман. Оны да істей алмаса, онда ең болмағанда жүрегімен жек көрсін дейді. Жүрегімен жек көрсін. Адам соны көрген кезде іштей қиналып, Аллахумма инна хаза мункарун ла арда бих. Ва Алла, бұл саған ұнамайтын, сен жақсы көрмейтін іс, жаман іс, харам іс, мен бұл іске разы емеспін деп мүмкіндігі болса, ол жерден тұрып кетіп, ол жерге қатыспай, адам осылайша сол күнә істі жек көретіндігін, жаман көретіндігін көрсетуі керек. Ал бірақ сіз күнде сондай істерді істеп жүрген адамдармен араласа беретін болсаңыз, соңында ол нәрсе сізге үйреншікті болып қалады. Үйреншікті болып қалады. Мысалы, бір адам бір жерде сауда жасайды, жанында арақ сатып тұр. Басында ашулану мүмкін, бірақ күнде сол нәрсе қайталана берген кезде бір күні үйреншікті нәрсе болып қалуы мүмкін. Яғни жанында әлгі адам саудасын жасап тұр, харамнан саудасын жасап тұр, харам нәрсені сатып тұр. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала 10 түрлі адамды лағнатты, қарғыс, 10 түрлі адамға қарғыс айтты, 10 түрлі адамды лағнеттеді деген хадистегі адамдардың бірі жаныңызда тұр. Бірақ сіздің жүрегіңізде оған қатысты бір қиналу, соның сол жерде күнә істеп жатқаны үшін қынжылу деген нәрсе жоқ. Бұл адамның жүрегінің өлгендігін көрсетеді. Себебі басқа бір хадистерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең болмағанда жүрегімен соны жақтырмасын,
жүрегімен инкар етсін деді, яғни жүрегімен сол нәрсеге наразы екендігін білдірсін. Одан кейін, яғни ол да болмаса, онда иман жоқ деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан риуаяттар бар. Сол үшін де жалпы адам күнәға еті үйреніп қалатын орындардан, күнәға еті, табиғаты үйреніп, табиғаты қабылдап кететін жерлерден, адамдардан ұзақ болуы керек. Ондай адамдармен араласпау керек. Сол үшін де пасық адаммен араласуда үлкен қауіп бар, егер ол сізге осы тұрғыдан әсер етіп жатса. Ал егер сіз мутаассир емес, муассир, яғни әсерленуші емес, әсер етуші адам болсаңыз, көрген сайын оған уағыз айтып, ойланып, сәл де болса бойында бір Құдайдан қорқу пайда болып жатса, ол кезде сіздің онымен араласуда хайыр бар, араласуыңызда хайыр бар, өйткені сіз ол адамның иншалла хидаятқа келуіне жұмыс істеп жатсыз. Ал егер керісінше болатын болса, олар көпшілік болып, немесе сізді тыңдамай, соның нәтижесінде сіздің сөзіңіз еленбей қалып жатса, олар сізге әсер етіп жатса, ондай кезде ондай адамдармен араласудан ешқандай хайыр жоқ. Және сондай-ақ бидғатшы адамның бидғаты сізге өтуі мүмкін, дұрыс емес ақидасы, дұрыс емес көзқарасы. Сол үшін де ондай әхлу сүнна уәл жамаадан болмаған адаммен қолдан келгенше араласпауға тырысу керек. Әсіресе егер ол сізге әсер ететін адам болса. Абу Зар радиаллаху анхуден келген жақсы сөз бар. Әл-уахдату хайрун минал жалиси су. Жалғыздық жамандармен дос болғаннан хайырлы дейді. Жалғыздық жамандармен дос болғаннан хайырлы. Уәл жалису салих хайру минал уахда. Жақсы ізгі адамдармен дос болу жалғыз болудан хайырлы дейді. Және бесінші сипат ол ал-хирс аля дүния, яғни дүниеге құныққан адам болмауы керек. Дүниеге құнығу, дүниеге махаббат қою жалпы дінімізде қараланған іс болып табылады. Имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмаһуллах оны суммун қатил депті. Суммун қатил яғни адамды өлтіретін у дейді. Адамның жүрегін өлтіретін у. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен сендер үшін кедейліктен алаңдамаймын, бірақ дүние есігі ашылып, кейін байлыққа таласып кетесіңдер ме деп қорқамын деген. Және жалпы адам араласып жүрген адаммен әсерленеді. Жалпы табиғат біреудің табиғатынан бір нәрсені алады, ұрлайды, әсерленеді. Сол үшін де адам дүниеге қатты махаббат қойған, есілдерді дүние болған, сөзінің барлығы тек қана дүние болған, байларды көрсе, солардың өміріне қызығып, солардың өмірін мақтап, өзінің өміріне шағымданатын адамдардан жалпы адам ұзақ болуы керек. Ондай адамдармен араласатын болсаңыз, араласқаннан кейін, мысалы, үйіне барасыз, үйіндегі жағдайды көресіз, қандай комфортта өмір сүріп жатқанын көресіз. Сөйтесте өзіңіздің үйіңізге келіп, үйіңізге қарайсыз, сізде әл-издира би ниъматиллах, яғни Алланың нығметін менсінбеу, Алланың нығметіне шүкіршілік етпеу деген бір сондай сезім пайда болады. Сол үшін де адам ақиретке махаббат қойған, сізге жақындап кеткен кезде ақиретті есіңізге салатын, сөйлесе сөзі тек қана сондай бір жақсы сөздер болған, үндемеуінің өзі сіз үшін ғибрат болған, сондай жақсы адамдармен араласу керек. Имам Ахмад ибн Хамбал рахмаһуллахтан мынандай сөз риуаят етіледі: "Ма ауқани фи балиятни илля сухбату ман ла ахташиму", яғни мені қиындыққа сондай тақуа болмаған, дұрыс болмаған адамдармен болған сұхбат пәлеге, қиындыққа түсірді дейді. Лұқман әл-Хаким, дана Лұқманнан риуаят етілетін сөз бар: "Я бунайя жалисил улама ва захимхум би рукбатайк", ва балам, ғұламалармен мәжілісте болуға, яғни солармен отыруға, солармен араласуға тырыс. Ва захимхум би рукбатайк, бұл сөздің мағынасы араб тілінде жалпы әл-музахама би рукбатайн, яғни тізеңнің солардың тізелеріне тиіп, яғни сондай бір жақын мәміледе араласып, жақсы қарым-қатынаста болуға тырыс.
فإن القلوب لا تحيا بالحكمة كما تحيا الأرض الميتة بوابل القطر. Адамның жүрегі жер сумен қалай тірілсе, адамның жүрегі даналықпен солай тіріледі дейді. Сол үшін де адам жалпы біреумен достасқан кезде достасатын адамының бойында осы 5 сипат болуын ескеруі қажет.